Басты экономикалық трендтер, еліміздің тұтынушыларының мүдделері және ақшаларыңызды үнемдеу жолдары халықтық экономика ақпараттық бағдарламасында. Армысыздар. Бүгінгі бағдарламада қазақстандықтар қандай елдерге визасыз бара алады? Интернет дәмхана әкімшілігі кімді табалдырық алдынан қайтара алады? Еуразиялық интеграция бізге не берді? Қазақстан мен әлем экономикасындағы ең қызғылықты оқиғалар туралы қысқаша. Ұлы жеңіс, Алматылық Ұлы Отан соғысы ардагерлері мерекеге орай әрқайсысы 75 мың теңгеден сый-сияпат алады. Ал ел ордасындағы ардагерлерге берілетін төлем мөлшері 150 мың теңге болмақ. Ақша жергілікті бюджеттен бөлінеді. Ел азаматтарының мүддесіне қатысты бұдан басқа ақпаратпен алдағы минуттарда таныса аласыздар. Шетелге шығу оңайлана түсті. Македония қазақстандықтарға арнап визасыз жүру режимін уақытша енгізген. Келесі жылдың наурыз айының орта шеніне дейін бұл елге кемінде жарты жылда бір рет баратындар және онда 3 айдан артық болмайтындар төлқұжатындағы мөртаңба туралы бас қатырмауына болады. Пайдалы шығындар. Англиялық ғалымдардың пайымдауынша шопинг балаларға пайдалы көрінеді. Дүкен аралау кезінде жасөспірім сатып алушылардың қол-аяқ қимылы дамиды. Бұған қоса балалар бөгде жандармен тіл қатысуға және бөтен жағдайға бейімделуге үйренеді. Бұл нарыққа қатысты бүгінгі ең қызғылықты шұғыл жаңалықтар болатын. Келесі кезекте өз құқығы мен мүддесін қорғаушылар қауымына арналған тұтынушы және заң айдары. Жаһандық желі дүние жүзін торлап алды. Қазір жердің ең шалғай түкпірінен интернетке шығуға болады. Ол үшін қолда гаджет болуы қажет. Ал қала тұрғындарына көптеген интернет дәмханалар қызмет етеді. Мұндай мекемеде интернет сайттарды аралап, достарыңмен тілдесуге және онлайн ойындарда күш сынасуға болады. Бірақ мұндай мүмкіндікке әркімнің бірдей қолы жете бермейді. Келушілерге қандай талап қойылады және бұл мекемелердің табатын табысына қалай әсер етеді? Жауап алды. Балалар мен 16-ға толмаған жасөспірімдерге мектептің анықтамасы болмайынша интернет дәмханаларға баруға тыйым салынған. Қазақстанда мұндай талап бірнеше жылдан бері әрекет етуде. Сонымен бірге жасөспірім клиенттерге монитор алдында 2 сағаттан артық отыруға тыйым салынған. Ал ереженің сақталуын әкімшілік қадағалауға міндетті. Мекемеге келген ересектер де құжаттарын көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасы үкіметінің байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын бекіту туралы қаулысының 26 тармағына сәйкес интернет желісіне қоғамдық қол жеткізу пункттерінің иелері немесе оған құзыретті тұлғалар интернет желісіне қол жеткізу қызметтерін ұсынған пайдаланушылардың электрондық журналын жүргізеді. Осы электрондық журнал пайдаланушының аты жөні және әкесінің атынан, интернет желісінде жұмыстың басталу және аяқталу уақытынан, пайдаланушы жұмыс істеген компьютердің нөмірінен тұрады. Пайдаланушылар туралы мәліметтерді сақтау 6 айдан кем емес мерзімді құрайды. Пунктом 4 статьи 36 Закона Республики Казахстан о правах ребенка. Қазақстан Республикасының бала құқығы туралы заңының 36 бабының 4 тармағында баланың түнгі уақытта заңды өкілдері болмағанда көңіл көтеру орындарына баруына тыйым салынған, яғни түнгі сағат 22 мен таңғы сағат 6-ға дейін. Егер дәмхана әкімшілігі заңның бұл талабын бұзатын болса, оған 5-тен 120-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынады. Мұндай оқиға бірнеше рет қайталанса, дәмхананың қызметі тоқтатылуы мүмкін. Это могут приостановить деятельность этого кафе. Бұған қоса интернет дәмханада бақылау камералары болуға тиіс. Бірақ мемлекеттің осындай талаптарына бағынбайтын кейбір кәсіпкерлер табылып жатады. Олар пайдадан қағылудан қорқады. Жалғыз себеп осыда. Мұндай кәсіпкерлердің пікірінше ережелердің көптігі клиенттерді үркітіп жіберуі мүмкін. Ал заңды құрмет тұтатын кәсіпкерлер керісінше бұл қауіпсіздік шарасы екенін түсінеді. Қызғылықты дерек. Токиодағы бір интернет дәмханаға келушілер 5 сағатқа шамамен 20 евро төлейді. Бұған тек ғаламдық желіге қол жеткізу мүмкіндігі ғана емес. Сонымен бірге түскі ас та қамтылады. Сондай-ақ қажетті жағдайда душ қабылдауға және киім сатып алуға болады. Мұндай мекемелерде тұратын жапондықтар да бар. Ондайлардың қатарына елдің аса ірі қаласында пәтер жалдауға қаржысы тапшы жастар жатады. Тұтынушылық мүддеңізді халықтық экономика бағдарламасымен бірге қорғаңыз. Еуразиялық интеграция бізге не берді? Бұл туралы даулы сұрақ айдарында. Ғаламдық интеграция. Бүгінде дүние жүзінде халықаралық саяси, экономикалық және әскери бірлестіктер көп. Бұл ағым Еуразия құрлығында айналып өтпеді. Мұнда 2001 жылдан бері Еуразиялық экономикалық қоғамдастық жұмыс істейді. Осы ұйымның шеңберінде кедендік одақ құрылды. Мұндай бірлестік қазақстандықтарға қалай әсер етті?
Кедендік одаққа Қазақстан, Ресей және Беларусь кіреді. Бірлестік тұтынушыларға бірінші кезекте қолжетімді бағаға сапалы тауарлар береді. Енгізілетін өнімге кедендік баж салығын алып тастау бұған сеп болған. Сондай-ақ тауарлар түрі әжептәуір көбейді. Азық-түлік дүкендерінің жаймаларынан Ресейде және Беларусь елінде өндірілген тауарларды көруге болады. В основном Негізінен Беларусь пен Ресейден машина жасау, азық-түлік және жергілікті өнеркәсіптік тауарлар жеткізілуде. Беларусь елі ересектерге де, сәбилерге де арнап тігін өнімдерін шығаруда. Құс және шошқа етін өндіреді. Мұндай өнімдер Ресейде де бар, кәмпиттер де жеткізіледі. производят мясо птицы. Тұтынушылар осылайша пайда тапса, кейбір отандық кәсіпкерлер алаңдаулы. Олардың бәсекелестері көбейді. Бұған дейін қазақстандық өнімдердің салмақты артықшылығы тауар бағасы еді. Ал қазір өнім өндірушілер сатып алушыларды барынша тарту үшін күресетін жағдайға жетіп отыр. Увеличивается рынок. Нарық аясы кеңейіп, қарым-қатынас ауқымы ұлғайып, жаңа серіктестер пайда болды. Бұл осы нарыққа біз шығаруға талпынып отырған болашақ өнім үшін ыңғайлы жағдай. Бұрын Қазақстандағы 16 миллионның ауқымында шығарсақ, енді Қазақстан, Беларусь пен Ресей одағы аясында 170 миллионға жетті. 15 миллионов это Казахстан. Қалай дегенмен де сарапшылардың басым бөлігі интеграциядан артықшылықтарды көбірек байқайды. Айталық, соңғы 3 жылда экспорттың жалпы сомасы 1 миллиард долларға жетті. Мәселен, кедендік одаққа мүше елдерде қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімі үлкен сұранысқа ие. Кедендік одақ елдерінен тек өнімдер ғана тасымалданып отырған жоқ. Мәселен, қазақстандықтар арасында осы елдерден әкелінетін жиһазға деген сұраныс үлкен. Атап айтсақ, асхана жинағына. Бұған қоса Беларусь елінде өндірілген сапалы балалар аяқ киіміне отандастарымыздың қолы жетімді. Батыс елдерінің осыған ұқсас тауары бірнеше есе қымбат тұрады. Ендігі кезекте Қазақстандағы ең қымбат бос жұмыс орындарының рейтингі. Бұдан әрі бағдарламада экономикалық көрсеткіштер айдары. Бағдарламалық жасақтамашылар тағы да бағалы мамандарға айналған. Мұны қазақстандық рекрутингтік компанияның зерттеулері көрсетіп отыр. Жетекші маман деңгейінде Ява жобаларды жасаушыға жұмыс берушілер айына 500 мың теңгеден басталатын жалақы тағайындауға дайын. Үй тазалаушымен шұғылданатын, яғни клиниктік компанияның бас директорының бос жұмыс орны да бағалы болып шыққан. Осында ұйымның басшысына 500 миллион теңге көлемінде жалақы ұсынылады екен. Үшінші орында жоғарғы менеджмент саласы. Бизнесті дамыту және жаңа жобалар бойынша директор лауазымына үміткерге 2000 доллардан басталатын жалақы төлеуге уәде берілуде. Бұл 350 мың теңгеден асады. Ал енді үнемдеудің жолдары атты ең тиімді айдарға кезек беріледі. Күннен қорғайтын көзілдіріктерге артық баға төлеуді қалай болдырмау мүмкіндігі бар? Күн тіршілік көзі, дегенмен оның зиян келтіретін кездері де жоқ емес. Бірінші кезекте шаңқиған жарықтан көздің көру қабілеті зардап шегеді. Көзді қорғаудың ең танымал тәсілі күннен қорғайтын көзілдірік сатып алу. Баға мен сапаның арасында тепе-теңдік сақтау үшін қандай дүниеге мән берген дұрыс? Жауабы келесі сюжетте. Сатып алушы алдында туындайтын бірінші сұрақ әйнек немесе пластиктің қайсысы дұрыс? Әйнек линзалы көзілдірік арзанырақ тұрады, бірақ олар ультракүлгінді жарым-жартылай өткізеді екен. Пластиктен жасалған өнімдер де, егер олар арзан материалдардан жасалған болса, толығымен қорғауға кепілдік бермейді. Нужно обращать внимание на то. Көлік әйнегінің қараңғылану дәрежесіне назар аудару керек. Жүргізушілерге егер қараңғылану реңкі 4-ке тең болса, көзілдірік тақпауға кеңес береміз. 4-тік қараңғылаудың ең жоғарғы дәрежесі. Орта есеппен 2, ары кетсе 3-тікті ұсынамыз. Полярлы линза қапталдағы терезеге күн түскен кезде шағылысуды жояды. Убирает. Көзілдіріктің сәнді болуы аса маңызды. Ірі линзалы өнім сатып алған жөн. Олар көзбен бірге оның айналасындағы теріні де қорғайды. Көзілдіріктің жиектемесі бетке жанасып тұру қажеттігін естен шығармаған абзал. Әйтпесе көзілдірік денсаулыққа пайдалы болмайды, тек сәнді аксессуар рөлін ғана атқармақ. Осы орайда айта кетейік, сұр, қоңыр және жасыл түсті линзалар көздің көру қабілетін жақсартады. Олар сәулені жақсы сіңіреді және заттарды дұрыс көрсетеді. Сөз соңында туристік жаңалық. Ұлы жібек жолы қайта жандана және бұл жұмысты Қазақстан үйлестірмек. Бұл туралы шешімді түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық жөніндегі кеңесі қабылдады. Ұлы жібек жолын бойлай туристік бағыттар жасақтау жоспарлануда. Ұйымдастырушылардың пікірінше бұл жоба бүкіл дүние жүзінің назарын тартатыны анық. Басты мақсат этномәдени және экологиялық туризмді дамыту. Қаржылық мүмкіндіктеріңіз бен мүдделеріңізді ұдайы жадыңызда ұстаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.